Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем. Бүгін ерекше дәмді беляш дайындаймыз. Беляшымыздың ең алдымен қамырын елеп аламыз. Ыдысқа жылы су, жылы сүт және ашытқы, тұз барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін ұнымызды саламыз. Осылай араластырып, үстіне бір ас қасық пісте майын құйып, шетінен ұн қоса отыра, қамырымызды жұмсақ қылып илейміз. Қамырымызды иледік, енді үстін жауып көтерілуге қоямыз. Қамырымыз осындай әдемі болып көтерілді. Енді қамырымызды жинап, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Бірнеше бөліктерге бөліп, шет-шетін жинап, дөңгелетіп аламыз. Қамырымыздың үсті қатпас үшін барлығын үстін орамалмен жауып қоямыз. Әдеттегідей салмасы тартылған ет, пияз, қара бұрыш, осының барлығын араластырып жасадым. Және нанымызды дөңгелетіп жайып, ортасына ет салмасын салып, шетін бүріп шығамыз. Шетін осылай гүл тәріздес қылып бүрдік, тесігін кішкене үлкен қыламыз. Осылай жасап, екіншісінде дәл солай жасап аламыз. Дәл солай шет-шетін жайып, ортасына салмасын салып, гүл тәріздес шет-шетін бүріп аламыз. Беляштарымыздың барлығын осылай жасап аламыз. Қызып тұрған майымызға беляшымызды қуырамыз. Беляшымызды қызып тұрған майға тесігін төмен қаратып саламыз. Тесігін төмен қаратып салдық. Бір шеті қызарып піскеннен кейін екінші шетіне аудара бастаймыз. Екінші шетін аудардық. Осы беляшымыздың еті жақсы пісу үшін ас қасықпен майымызды тесіктеріне құя отырып пісіреміз. Осы рецептпен беляши жасаңыздар, қамыры өте жұмсақ және ет салмасы толықтай піседі. Отбасымызда балаларым сүйіп жейтін беляштардың бірі. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.